әрине қазақ операларын жаңартып қойып келді. Хан Сұлтан операсы мыңдаған халықты жинады ғой, аншлагтарды жинады. Осы операда Хан Сұлтанның образы керемет ашылды. Бей қалған айтары тағы бар сияқты болып қалады да. Одан кейін қиын сөздердің бәрін мынаны алып тасташы, кейін өзіміз де білмей қалдық. Біздің театрымызда ұлттық опералар көп болу керек. Тарихта қалатын дүние ғой. Арттағы істелген, алдағы істелетін нәрселердің бәріне ой қорытып отырсаң, біраз шаруалар жасалыпты. Оның ішінде енді өзің білетін әуезов театрымен бірге, Құрманғазы оркестрімен бірге ұлттық театр деген дәреже алдық қой. Иә. Содан кейінгі уақытта соңғы кездері жасалған нәрселер ұлттық нақыштағы, ұлттық мәнердегі еліміздің опералық өнеріне, опера раритетті байлығына кіретін жақсы дүниелер жазылып жатыр да қазір. Олардың өзінің біраз енді айта берсек, алдында енді әрине қазақ операларын жаңартып қойып келдік біз. Мысалға өзің білесің, Қыз жібек операсын Банжавидзе қойды. Одан кейін Сыдық Мұхамеджановтың Жұмбақ қыз операсы қойылды. Айсұлу операсы болды. Айсұлу, Сыдық Мұхамеджанов. Содан кейінгі енді ең бір үлкен жаңалық болған, үлкен бір жаңа леп ескен нәрсе болды. Біздің қойған Хан Сұлтан операсы болды деп есептеймін мен. Хамит Шанғалиев. Хан Сұлтан негізінде енді бүкіл театрлар енді мына көптеген мықты жазушылар, кейбір драма театрлары Алтын Орда тақырыбын көбісі алып қозғап келді ғой. Иә. Әйтсе де опера қойылған жоқ болатын. Алтын Орда тақырыбына. Енді былай айтатын болсақ, Алтын Орда тақырыбы деп айтатын болсақ, ол жерде тақырып деген ұшан теңіз ғой. Қанша Шыңғыс ханның өзіне бір опера жазуға болады. Бөртеге міне драма театр, Түркістан музыкалық театр жазды, мысалға. Едіге бар, Берке бар, қанша кейіпкерлер бар. Олардың өзіне өріп бітіп тұрып әдем-әдем көптеген дүниелер жазуға болады. Бірақ Хан Сұлтанның өзі бір дөп түсіп таңдалған нәрсе болды да біздің театр үшін. Хан Сұлтанның енді өзің білесің ғой, басынан Хан Сұлтанның алғашқы нотасы түскеннен бастап біз бірге жүрдік қой енді. Қалай болып жатыр, не бітірілді деген сияқты. Композитормен кездесіп. Хан Сұлтан Алтын Орда операсы негізі заманға сай сол жаңа технологиялармен қойылған спектакль ғой. Негізінде бізде бұғанға дейін біздің ұлттық спектакльдерде плейбек деген заттар болмады ғой. Мына жақта, например, мына спектакльде плейбек деген мен өзім бірінші рет көріп тұрмын да, өте қызық нәрсе екен. Оркестрдің үстінен искусственный звук қосылады да, өзінің эффектісін береді, өте әдемі көрінеді. Содан LED экрандар, дополнительно декорацияның орнына өте керемет нәрсе, өте керемет шешім қазіргі таңда. Мен ойлаймын да. Сосын операның өзі, Хан Сұлтан Алтын Орда операсы, опера әлеміне өз қадамын нақты басты ғой деймін. Мықты прям. Неге десеңіз, қаншама елді аралап, гастрольдік сапармен мына именно Хан Сұлтан операсы мыңдаған халықты жинады ғой, аншлагтарды жинады. Хотя өте жас операда қазіргі таңда. Біздің опералармен салыстырсақ, Абай операсымен, Қыз жібек операсымен өте жас опера ғой. Бірақ та өзінің масштабымен, өзінің заманға сай эффектілерімен адамдарды баурап алады да, музыкасы да әдемі. Дуэттері бар, терцеттері бар, ариялары бар, әдемі. Хан Сұлтан операсы негізінде енді көз ашық көңіл ояу адам, Алтын Орда тақырыбын оқыған адам бәрі біледі ғой. Хан Сұлтан деген енді Жошы ханның үшінші әйелі, Беркенің анасы деп біледі көбісі тарихта. Бірақ осы операда Хан Сұлтанның образы керемет ашылды. Тұтқын болып түскеннен бастап, содан кейін оның нағыз текті қыз екені, қорықпай жаңағы
Шыңғысханның ордасына жошы қайтыс болғаннан кейін кіргізбей қойғанда мінез көрсетіп, музыкада айтар көрсетіледі ғой сөзін арияларында. біліп, қалай айтуды біліп, қалай маған жеткіз, мені Шыңғысханның алдына алып барыңдар деп, соны өзінің тілегін жеткізе біліп, сол Шыңғысханның алдына жеткенінің өзі бір үлкен ерлік, парасаттылық, жаңағы хан сұлтанның тектілігі. Енді оның қасында Шыңғысханның ариясы бар. Менің күнім біткелі тұр деген. Ол ария деген адам жүрегін тербейді. Негізінде, шын мәнісінде ол. Бірақ ол сәл, мен Хамит Шанғалиевпен сөйлескем, ол сәл өзінің бір бітпей қалған айтары тағы бар сияқты болып қалады да, әйтсе де Шыңғысханның ариясы мына төбеден түсіп, сахнадан төмен түскен кезде, жаңағы эффекттермен келген кезде көрерменді баурап алады. Сөз жоқ баурап алады. Жошының ариясы қандай керемет. Ол деген адам жылататын кульминация, жылататын Жошының ариясы. Нағыз опералық ария ғой. Нағыз. Керемет жазылған. Ол жерде біз айтып отырған осы ариялардың өзі бір өте бір көп операның салмақты, классикалық, негізді опера екенін білдіреді. Әйтсе де оның ішінде мысалға кішкене кейіпкерлердің өзінің ариялары, ариозалары өте қызық. Қайшаның ариясы, Беркенің анау елге оралғанда жаңағы ариясы, білім алып, бүкіл нәрсені көріп, үлкен азамат болып келіп шешесіне көрсердегі ариясы. Өзің айттың, қандай керемет ария. Керемет ария, патриоттық, өзі бір екі бөлімнен тұра ма, сондай ғой өзі бір. Ритм ауысады, оның темп ауысады, сөйтіп келген. Ол арияның өзінде бір әдемі, жақсы жазылған нәрсе бар. Жақсы жазылған. Қайшаның ариясы, Түркен қатынның ариясы, Бөртенің ариясы. Бөртенің ариясы бар, керемет. Әрбір кейіпкерінің ариясы бар ғой негізі спектакльде. Бөртенің де ариясында сөздер өте дөп түскен. Оның пьесасын алмасын үсіп жатса, либреттосын белгілі ақын, қазіргі ақындардың орта буындағы ақыны болып қалған Маралтай Райымбекұлы деген бауырымыз жазды ғой, керемет. Ол кісімен де қоян қолтық жұмыс істеді. Өзің білесің, қанша рет Маралтаймен кездесіп, одан кейін қиын сөздердің бәрін мынаны алып тасташы, бізге вокалға лайық болу керек та. Ол ойланып тұрып, сосын барып бір кезде алып тастайды, жарайды, онда мынандай айтыңдар деп айта қояды. Сондай бір қасарысқан дүние болған жоқ та, бәрі тезірек. Сонда результаты жақсы болды ғой. Спектакль керемет. Сценография дейміз, режиссура дейміз ғой. Мен көп адамға, енді білетін адамдарға мақтанғам. Хан Сұлтан операсын қойып жатқан Давиды. Әлемнің 10 мықты режиссерларының тізіміне кіретін топ режиссер Давид Ливермур деп. Керемет режиссер. Одан кейін оның командасының ішінде Гаэтано деген жігіт болды, итальян. Световик қой. Гаэтано білесің. Гаэтано біз бірнеше рет шақырдық. Өзі бір өте бір, қалай дейді, нарықтық заманда сөзге бір тез келісетін. Сонда қазақ болып кетті ғой. Жеңіл келеді ғой, жеңіл. Бір қарасаң Гаэтано келіп отыр. Мен өте риза. Гаэтано сосын бәрін танып алған, түстеп таниды. Сен бүгін айтасың ба, сен қашан айтасың, сұрап, сондай бір өзі жылы барлы жігіт. Керемет команда болды ғой. Қазаққа ұқсайтын жігіт Гаэтано деген. Сон енді оның ішінде қанша команда болды. Біздің осы өзіміздің қара көздердің ішінен Айнұр деген қыз, Айнұр Ерімбетова деген қарындасымыз өте бір мықты жұмыстар жасады. Керемет костюмдарды орындап шықты ғой, әдемі. Киімге де ыңғайлы. Оның үстінде енді бұл негізгі Хан Сұлтанның негізгі идеясының басында тұрған енді Айнұр Сайлаубаевна ғой. Дұрыс айтасыз. Айнұр Сайлаубаевнаның жан-жақтылығы мен байқағаным костюмда да, костюмның материалдың сапасына дейін, светтің сапасына дейін, дауыстарға дейін, бүкіл оркестровкаға дейін бәрін айтып отырды ол кісі. Енді ол кісіге әрине алғысымыз шексіз. Ризамыз ғой, ризамыз. Бұл Хан Сұлтан деген дүниені енді кейін өзіміз де білмей қалдық, қандай дүние жасадық біз. Бір раритет. Тарихта қалатын дүние ғой.
негізі. енді болашағы Керемет спектакль пайда болашақта болды. тағы да көп жерге апарамыз енді Бұйырса, мысалға. иә. Енді Нұреке өзің білесің, негізгі декорация, негізгі анимацияның көбісі, контенттің көбісі экранда көрсетіліп тұрды ғой. Барлық нәрсе, оның өзін алып шығудың өзі, соның бәрін тауып алып, оны жасаудың өзі бір үлкен дүние. Қазіргі заманауи шамамен алып қарайтын болсақ үлкен дүние. Оның қасындағы жаңағы әркім әртүрлі түсінеді, бірақ мынау ағаш шежіре дейді ғой, тамыр, түп тамыры, шежіре, жаңағы өскен, өрбіген ұрпақтың символы дейміз ба. Енді оның аяғында анау келіп бүркіттің басы қойылады. Иә, сонда түседі, иә. Ол енді сол Алтын Орданың ұрпақтарының бүркітке айналады ғой. Иә, мықтылығы сол сұңқарға айналып. Иә. Әлі де сол жаңағы Ағынайзаның ұшымен дейміз ба, қалай дейді? Қорғаған жерімізді әлі де қорғап тұрған сияқты. Оны әркім әртүрлі түсінеді ғой. Бірақ мен өзім солай түсіндім. Мүмкін жаңағы ағаштың бүйтіп түп тамырының жайылып жатқаны, сол бабалардың ұрпақтарының қазіргі жетіп жатқан жетістіктері өсіп өніп жатқаны деп есептеледі ғой. Оны өте жақсы тапқан. Дөп түскен нәрсенің бірі сахналық жұмыстың біреуі сол жұмыс. Және бүкіл шымшытырғы оқиғаның бәрі сол түп тамырдың жәнінде өрбейді ғой. Әлгі Жошы мен Шағатайдың басында мына тұтқынды саған сыйладым деп алады да, артынан хан сұлтанның бет жүзін көріп алып, өзінің бергісі келмей қалған жаңағы Шағатайдың бұзықтығы ғой енді. Соны көрсеткені ол сахнада. Көп қызық нәрселер көп болды енді. Тайшы деген шебер мен ойнаған. Бір керемет образ, иә. Ол енді бір қамқор болған жаңағы хан сұлтанға әрбір жерде бір жақсы адам табылады, қамқор болады деген сияқты нәрсені білдіреді ғой. Түркияның сол залы ол енді мен бір Сазген саз деген фольклор ансамблімен Жапонияға барғам, сол жерде Сан-Тарих холл деген зал бар. Ағаштан барлығы. Мына Түркияның осы залы жаңадан ашылған екен. Ол зал 2,5 мың адам сыйдырады. Сол Ататүрік мәдени орталығы ма? Мәдениет орталығы деп аталады, егер жаңылмасам. 2,5 мың адам сыяды, бірақ зал онша бір үлкен болып көрінбейді. Әдемі жинақ болып көрінеді. Сол жерге Хан Сұлтан операсы барды. Және де ол жерде өте үлкен қала ғой, ол жерде тарихшылар да көп. Сол Алтын Орда тақырыбын ізденіп жүргендер де көп, қызығатындар да көп. Ойпырмай мына Хан Сұлтан дегенді алып кепті деп. Сөйтіп 2 күн қойылған кезде сол зал лық толып отырды. 5 мың адам ба сонда жиналды? Көп адам, және кейін ықылас білдіріп, спектакль біткеннен кейін қандай қаншама адам кіре алмады ғой сол спектакльдерге, иә? Иә, сол кейін естідік, біз соған кіре алмады деп естідік. Сосын мынау енді бұл Хан Сұлтанның өзі киелі спектакль деп ойлаймын мен өзім. Сондықтан ғой Түркияға бару бекер емес, Қазанға бару бекер емес. Қазанда енді тарихшылар өте көп. Алтын Ордан, оның ішінде Едігенім, бұлар көп зерттеген. Оның ішінде Едігені зерттеп, том-том кітап жазған ғалымдар бар ол жерде. Сол кісілер келіп, бүкіл ғалымдары келіп, Алтын Ордаға қызығатын ғалымдары келіп, спектакльге бәрі келіп, біздің спектакльге тамашалап, өкімет басшысының адамдары келді ғой. Негізінде ол Татарстанда Алтын Орда тақырыбына қатты қызығады. Қызығады, иә. Сондықтан біз апарған кезде залымыз лық толып, овация болды. Жақсы қарсы алды, өте жақсы қарсы алды. Енді оның өзі кездейсоқтық емес деп ойлаймын. Қазан деген үлкен тарихты бастан кешірген қала, әлі де қазірде мықты болып тұр. Сосын өзің білесің, ол жердің операсының қандай мықты екен, театрының қандай мықты екен. Өте мықты. Бірнеше қанша рет болдым ғой мен Қазанда, Қазан театрында. Халқында білем.
өте керемет. Өнерге жақын халық опера өнерін жақсы көреді, өзің білесің. Иә, әрине. Енді мынау Ташкентке барып келді ғой, Хан Сұлтан операсы Ташкентке барғанда өзбек ағайындардың ішінде де Алтын Орда тақырыбына өте қатты қызығатындар көп. Олар біз бармай тұрғанның өзінде Хан Сұлтан операсы болғанда біразы келіп осы жерде көріп кетті. Түркі тілдес халық қой бәрі түркі. Иә. Содан олар қызығып Хан Сұлтан операсын шақырып, содан кейін қойылған спектакль ана жерде действительно адам көп болды. Үлкен әсер қалдырды, иә. Енді жаңа мен айтып кеттім ғой, енді мысалға Хан Сұлтан операсының киелі спектакль екен. Иә. Енді ол кездейсоқтық нәрсе емес деп ойлаймын мен, оны олай деп айтқаным себебі Ташкентке Хан Сұлтан операсын апарған кезде сол жерде бір кездейсоқтық емес сияқты ол. Бір үлкен бір үйлесім болған сияқты да, сол жерде 6 елдің, Орта Азияның 6 елінің мәдениет министрлері, премьер-министрлері сол жерде үлкен құрылтай жиын болды. Және солар келіп Хан Сұлтан операсын тамашалады. Өз бағаларын берді. Көбісі бағасын берді ғой, көбісі бағасын берді. Әлі де оның жаңғырығы, әлі де оның сол кездегі жасаған бір резонанс әлі де жүріп жатыр ол жақта. Сосын өзің білесің, өзбек ағайындар халқының санынан бізден көп қой. Содан кейін олардың ішінде қызығатындары көп. Қызылшеке болып айтысатындары көп. Алтын Орданың тақырыбына, басқа тақырыптарға, анау Әл-Фараби біздікі, ол сендердікі деп. Олардың енді эмоционалды қызығушылығы көп. Сондықтан Хан Сұлтан операсын қызығып барады ғой. Хордың өзі 70 адам. Солистер 15-16 кейіпкер болса, ол бір составта 2-3 состав болды бізде қойылымда. 3 состав кезінде. Солистер 50 адамдай. 3 құрам болды. Оркестр 70 адам. Өте масштабный проект болды ғой негізі. Ауқымды, иә. Балеттің өзі қанша? 40 адам? Балет 40 адам. Қандай үлкен рөл болды? Балетке үлкен рөл қойылды ғой негізі. Қаншама увертюрадан бастап, қаншама олардың связующий моменттары болды да балеттің. Біздің хор қаншама режиссер қаншама задача қойды оларға, өз задачаларын орындап, кереметтей деңгейде солистеріміз, әншілеріміз образдарын сомдап, негізі спектакльдің деңгейін бір жақсы, кереметтей деңгейге көтерген сияқты. Жалпы өзінің мазмұнына байланысты Хан Сұлтанның кейіпкері көп қой. Иә. Соның ішінде бізде қаншасы кірмеді, қаншасы кірмеді ғой. Не жас әншілерді біз үміткер қылып алған әншілердің өзінің бір 5-6-ауы сол спектакльге қатысып жүр. Әлде қатысып жүр. Иә. Жаңадан солистер кіріп жатыр ол спектакльге. Жаңадан жаңадан кіреді. Спектакль өз өмірін жалғастыра береді. Сондықтан енді Хан Сұлтан операсымен ашылатын, мысалға мына өзің білетін Әлихан Бейсеков, Сергей Лемешевтен гран-при алып келді. Шаляпин фестивалінен конкурс жүлделі болды ғой. Одан бірінші орын алды. Иә. Сол енді соңғы спектакльге енді оны біз қойып отырмыз ғой. Иә. Бұйырса кіреді. Батухан рөліне дауысы да кеп тұр бәрі. Барлығы келеді. Соны қойып отырмыз. Енді халық бағасын бере жатар енді. Жаңа кіріп атқан әншілер. Осындай спектакльдер енді бір қиындығы болғанда монтаж бен демонтаж қой. Өте көп аппаратурасы, өте көп техникасы бар ғой бұл спектакльдің. Енді заманауи техника қоспасақ, онда біз көп жерде, мысалы, флейбек дейміз. Прошлый векте қаламыз біз сонда. Флейбек дейміз ғой. Флейбек деген анау Хан Сұлтанды алып кеткен жерлеріндегі оркестрден кейін қалатын флейбектің өзі бүйтіп жайылып жаңағындай звуковой эффект қой, звуковой эффект. Бір тұлдыр жаңағы шарасыздықты береді әдем. Әдем демеймін, ол әдем нәрсе емес қой сахнада, бірақ
плейбектің ана көмегі композитордың жоқ біз басында қалай ойладық қалай шығады деп ол жер бірақ та негізі жақсы шықты әдемі басында главный дирижеріміз не қылды ғой ой ол плейбекпен қалай оркестрді үйлестіремін мен қалай санап түсіреміз деп иә бірақ плейбек жасалды бәрі өзінің орнына түсті результаты жақсы болды ғой мен бұнда бір киелілік деп ойлаймын Хансұлтанның өзінің жолы болып тұрған нәрсе иә тез дэвид ливермурдың келіскенінің өзі қандай ол біз үшін біз Қазақстан үшін біздің театр үшін қандай әлі де таңым бар қалай ливермур келісіп осы жерге келіп жұмыс істеді ғой әншілерге осындай керемет режиссермен жұмыс істеген қандай негізі мектеп қой ол школа біздің театрымызға үлкен авторитет иә бұл театрда осындай біріншіден режиссерлар жұмыс істеді деген дэвид ливермур деген Александров деп жүрміз ғой иә сол сияқты мықты аты шулы режиссерлар олардың тіпті уақыты жоқ болғанда солар уақыт тауып келгенінің өз графиктарында иә үлкен бір жақсы нәрсе ғой бұл кездейсоқтық емес ол бәрінің бір өзінің бір үйлесіп тұрған нәрсесі иә айтамыз енді бұл Хансұлтан операсын енді айта берсек сөзіміз жетпейді ғой көп әрбір сәттерінің өзі бір кісіні таңғалдырып отырды деп ойлаймын көрерменнің өзі енді жаңа айтып кеттік 300 адам осы бір спектакльдің қатысып отыр да 300 адам барлығы кейіпкер ғой барлығы сол операны жасап отыр оның ішінде енді өзің білесің жаңағы балалардың қатысқаны иә кішкентайынан бастап иә үлкен Шыңғыс ханымыз енді үлкен атамыз жаңағы бөрте апамыздан бастап түркен қатынынан бастап жаңағы бесіктегі баладан еңкейген ақсақалға дейін қатысты деген әңгіме ғой мысалға да соның өзінде жаңағы балаларымыздың ойнағаны анау Сұлтан деген бала есіңде ғой Беркенің рөлін ойнаған бала кішкентай Берке бала әке деп айқайлаған бірінші көрсетіп оған әке деп айқайлап ол жаңағы Шыңғыс хан құлап жатқан кезде Шыңғыс ханға жүгірген кезде жүрегі бар адам ешқайсы бейжай қалмайды бәрінің жүрегі дірілдейді бәрінің жаңағы төбе шаш тік тұрады бәрі ойлай бастайды әке деп жүгірген кезде әлгі балалардың есіңде ма Хансұлтан тұтқындардың арасынан байқұс көтеріліп үсті басының бәрі кір алба-далба келген кезде жаңағы балалар сол жаңағы Алтын Орданың кішкентай ойнап жүрген асық ойнап жүрген балалар қыздар бәрі тас атып анаған кәдімгі дивана сияқты көріп сол жерде адам кәдімгідей ойланып қалады түк мына балалардай қалай бұл деп жаңағы таспен ұрған кез ал Берке келгенде Беркенің қарсы алады ғой үш бала атып шығады еще көбелектермен ауылдың сыртында ойнап жүрген бала сияқты жаңағы бірінші көрген сияқты сосын ары қарай енді ол бүкіл қазақтың ауылындағы белгілі нәрсе ауылының сыртында бала ойнап жүрсе бір жақтан бір сыйлы қонақ келсе соны бірінші көріп ауылына қарай жүгіріп сүйінші сұрайтын нәрсе сияқты тура сол бір көрініс жасалды да Беркенің жаңағы ойнап жүрген балалар көріп барып құшақтап Берке аға деп сондай бір сол образ жасалды көрерменнің көңілінен ол міндетті түрде шығады қанша театрға келмей жүрген адам болса да соны түсінетін болады деп ойлаймын ол кішкентай балалар біздің әртістердің біреудің баласы біреудің немересі сахнада өсіп келе жатқан балалар хордың жігітінің баласы емес гүлзат бейсеннің немересі арасында болды қызымыз бізде көбісі солай ғой жастайынан кейін сахнада өсетін балалар бар ғой жақсы ойнады керемет олар бізбен Түркияға да барды кәдімгідей жаңағы гастрольге спектакль біткеннен кейін поклонға шығып оларға үйретіп біз жаңағы жүрегіне қолын қойып басын иіп көрерменге ондай сәттер болды өте жақсы болды оның тәрбиелік мәні бар шығар деп ойлаймын мен балаларға да әрине үлкенге де кішіге де сондықтан Нұреке біздің театрымыз алға баса берсін мен көп жағдайда айтам Европаның спектакльдері жақсы ғой біздің репертуарымызда өте көп
Оны біз бірақ шетелге апарсақ, біз ол спектакльді бір 100 рет, 1000 рет қойылып кеткен. Біз сол үшін ұлттық операмызды апарсақ, көп адам қызығып, біздің сол ұлттық операмызды көріп, осындай болған екен ғой деп қызығады. Сондықтан біздің ұлттық операларымыз көбірек қойылса, ұлттық операларымыз, ұлттық балет қойыла берсе деген мен ойым бар. Қатты соны армандаймын. Сол осы бір дәстүр деп айтайықшы. Осы ары қарай жалғасса екен. Дұрыс айтасыз. Шынымды айтсам, дұрыс айтасыз. Біздің ұлттық операларымыз, қазақ операларымыз жасай берсін, көбейе берсін, өсе берсін, артық болмайды деп ойлаймын. Сондықтан біздің ең бастысы, дұрыс айтасыз, европейский, русский репертуарымыз азайып тұрған жоқ. Оның қасында біздің ұлттық операларымыз азайып жатыр. Сондықтан бар операларымызды көрсетіп, кезінде болған операларын жаңартып, халыққа көрсетуіміз керек. Мен ойымша біздің міндетіміз ол. Сондықтан біздің театр ұлттық театр болғандықтан, біздің театрымызда ұлттық опералар көп болу керек. Дұрыс айтасыз. Біз сонымен мақтануымыз керек. Халық сол спектакльдарға көбірек келу керек. Кейінгі ұрпақтары белуге оның үлкен септігі тиеді.